Қалайсыздар? Мен бүгін пысықтаған бастап ленивая пирожки пісірейін деп кірістім. Оған ұн, дрожжи, тұз, пищевая сода керек. Осы төртеуін қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне айранды құйып, тоже самы жақсылап тұрып араластырамыз. Айранымызды араластырып болғаннан кейін оның үстіне жылы суды құйып, оны тағы да кішкене араластырып аламыз. Оны кішкене бір масса болған кезде үстіне тағы бір кружка жылы су құятын боламыз. Жылы суымызды құйып болғаннан кейін бір масса болады, сұйықтау келген. Осындай масса болғаннан кейін оны аламыз да крышкасын жауып, жылы жерге 5 минутқа қойып қоямыз. Менің 5 минутым өткеннен кейін осындай заттарды қостымын. Колбаса, жұмыртқа, жасыл сарымсақ және сырды қосып жақсылап тұрып бір масса араластырып алдым. Өйткені бір-бірімен араласу керек. Енді бұл массамыз дайын болған кезде табамызды алып, майымызды құйып, майларыңыз қызған кезде осындай үлкен порциямен салсаңыздар болады. Іші піспай қалады деп ойламаңыздар. Іші пісіп күшті болып шығады. Екі жағын қызартып тұрып пісіріп алатын боласыздар. Ас болсын.